Пілдің ісі тышқанға түсіпті. Бұрынғы заманда Асқар таулы, нулы орманды өмірде піл мен тышқан көрші әрі тату-тәтті дос болып өтіпті. Бірақ достықтары көп ұзамай бұзыла бастапты. Піл өзінің алып тұлғасына қарап, кішкентай тышқанды алымсынбайтын болыпты. Тіпті онымен бірге жүруді ар көріпті. Пілдің бұл ниетін білген тышқан, орайын тауып, сазайыңды бір тарттырамын деп әбден тісін басады. Піл мен тышқан осылай күрең қабақтасып жүргенде, арыстан қызын ұзататын болып пілді тойға шақырыпты. Піл тойға аттанғанда тышқан да ере жүреді. Бойын қызғаныш кернеген піл оған тап-тап беріп қуалайды. Арбаңдап жүрген пілдің абайсыздығында тышқан оның құлаштай ұзын танауына сып етіп кіріп кетеді. Танауға кірген ол тышқан жатсын ба? Арлы-берлі жүгіріп, оның мазасын әбден алады. Шық деп зекірді піл. Тышқан ерексе түсіп, бұрынғыдан әрмен жыбырлата тырналайды. Ақыры піл: «Ағатай-ау, танауымнан шықсаң, тату-тәтті өтейік, айтқаныңа көнейін» деп жыланыпты. Сонда ғана тышқан пілдің танауынан шығып, сып етіп ініне кіріп кетеді. Пілдің ісі тышқанға түсіпті деген тәмсіл осыдан қалса керек. Піл осыдан бастап тышқанның інін көрсе, оның аузын табанмен басып тұрып алатын болған екен. Пілдің осы ерекшелігіне қанық адамдар асау пілді үйреткенде алдымен жерге 4 қазық қағып, оны суарып алады екенде, асау пілді сол араға әкеліп байлайтын көрінеді. Піл қазықтың орнын тышқанның іні деп табанымен басып тұрғанда, адам оған жүгін артып алады екен дейді. Балалар, қызық ақпарат екен, я? Сендерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар.